Алматы шаһарындағы осы медициналық академияда жоғары оқу орындарында болашақ дәрігерлердің машықтану орталығында врач-инструктор болып жұмыс істеймін. Өзімнің таңдаған мамандығым акушер-гинеколог еді. Акушерство гинекологияда 3 жыл істедім, оқуды бітіргеннен кейін, семей медициналық мемлекеттік институттан кейін, осы қазір мен 32-ші жыл сол жоғары оқу орнында қызмет етіп жатырмын. Мен бұл компанияға келгеніме өте қуаныштымын. Дәрігер ретінде осы жердегі топ лидерлер, президенттер, сіздер барлығыңыз отырсыздар, басымды иемін сіздерге. Сондай халыққа осындай керемет компанияның бар екенін қазір ғана ол бала ханым айтып кетті. Ол өнімдердің барлығы осы бірінші біздің ең бірінші тұрған H2, сутегі водородты айтып кетті. Магний премиумды. Ал енді менің айтатыным сол өнімдердің қатарындағы 5-ші өнім Happy Line. Өзім акушерствода болған екен Happy Line'ды өте жақсы көремін. Себебі айтатыным осы Happy Line'ның құрамында, қараңыздар, бұның құрамында болмай тұр ғой. Анығырақ айтып, резкост. Бұлай айта берейінші. Осы құрамында, бұның құрамында Мелисса бар, білесіздер, Валериана бар. Мелисса мен Валериана деген орталық нерв жүйкесін реттейтін өнім болып табылады. Әсіресе қария кісілерде паркинсонизм и Альцгеймер деген ауру болады. Бұл ауру көбінесе осы қазіргі стресс жағдайлардан өзім өмір сүріп, сол уақытқа жеткенге дейінгі жас шамасында қалтырау, дірілдеу, тітіркену, невроз, ұйқысыздық, шаршаулық пайда болады қария кісілерде. Кейбіреулерде ол иммунитет өте жақсы болады да, бұндай өте жотасы тік, әдемі болып, ол шаршамай жақсы қария болады. Сондықтан да осы Мелисса мен Валерианка кез келген шаршаулық және стресс бар адамдарға, депрессияға түсіп кететін адамдарға өте қажет өнім болып табылады, қоспасы. Онан кейін оның ішінде, жәндегі менің айтып отырғаным, сосновый шишкадағы қарағайдың шишкасының ішінде болатын фитоэстроген, хмель деген зат болады. Мен жұмыс істеп жүрген кезімде акушер-гинеколог болып, әйелдер келген кезде ол не істеймін деп, қай кезде мысалы, сондай маған шағым келеді, климакс басталған кезде. Қазіргі таңда осы онкология жасарып келе жатса, осы жүрек аурулар жасарып келе жатса, климакста қазір жасарып келе жатыр. Бұрынғы кезде 40 жастан бастап, 45 жастан бастап пайда болатын болса, климакстық жағдай, етектердің тоқтауы, әйел кісілерде қазір уже 28 жастан амалажение болып жатыр. Сөйтіп оларда бала туу уже төмендеп жатыр. Сондықтан да осы өнім ішінде бар хмель деген зат, сол хмель соның ішінде фитоэстроген бар. Кімде климакстық жағдай болатын болса, кімде бала туудан зардап шегетін, бала көтере алмаудан зардап шегетін болса, осы өнімді қабылдағандарыңыз өте қажет. Және бұл жерде пустырник бар. Пустырникті іше отырып, мен бала таптым деген қаншама отзывтарды мен оқыдым интернеттен. Сол пустырниктің құрамындағы аналық шөп деп айтылады екен қазақшасы. Сасық шөп, бозғылт сасық шөп, немесе аналық шөп деп айтады екен. Осыны ішіп жатқан, Happy Line'да ішіп жатқан өнімді білсеңіздер, сәл иісі бар, сол құрамында сондықтан болғандықтан, бұл да ананың құрсақ көтеруіне, ананың балалы болуына өте пайдалы екен. Мен өзімнің істейтін орталығымда, өзімнің коллегам, инженер болып істейтін келіншек 3 қызынан кейін замерші беременность болып көтере алмай жүрген еді. Осы Happy Line мен водородты ішіп, қазір уже 7 айлық құрсағында баласы өсіп келе жатыр. Бұл үлкен нәтиже. Бұл өзімнің қасымда отырып, медициналық академияда бұл көрсеткіш болып отыр. Сол менің және коллегамды көріп, қаншама адамдар келіп, действительно көтердіңіз ба содан кейін деп, қаншама адам звондап маған, қаншама адам консультация сұрап, сол осы біздің Dandelion компаниясының өнімін іше отырып, магний мен осы жәндегі Happy Line'ды уже балаларды көтеруге, климакстық жағдайды төмендетуге, өздерін емдеуге мүмкіндік алып отыр. Сондықтан да мен сіздерге, как дәрігер ретінде осы өнімді, барлық қыз келіншектерге осы өнімді профилактика ретінде қолдануды ұсынамын сіздерге. Екінші өнім бұл Beauty Line. Қазір бұл бала ханым айтып кетті, барлығыңыз детокс жасадыңыздар. Іштегі шлактың бәрін шығардыңыздар. Енді әдемі болу. Beauty Line дегеніміз бұл коррекция. Қарап тұрсыздар, бұл жерде коллаген бар, гиалурон қышқылы бар,
қара зере бар, онан кейін одуванчик, бақбақ, эластин бар. Басқа компаниялардың бәрінде коллаген бар, сіздер білесіздер. Интернетті шулап, неше түрлі компания коллагендерін айтып жатыр. Бірақ біздің Dandelion компаниясының коллагенінде үлкен ерекшелік бар. Кім айта алады осы залдың ішінде? Кім айта алады? Қоспасында. Гиалурон бәрінде бар. Одуванчик бар, одан кейін екінші эластин бар. Қараңыздар, бұл жәнегі мынау коллаген барлық компанияларда бар. Коллаген деген бұл бұлшық еттері, бұлшық талшықтарынан тұрады, ет талшықтарынан тұрады. Соның құрамын 1/3 бөлігін осы коллаген құрайды адам организмінде. Ол барлық компанияларда бұл коллагенді тастамайды. Сол коллагеннің қасында бетінде тор сияқты тартып тұратын эластин талшықтары болады. Сол эластин талшықтары көбінесе сусыздану арқылы терінің ол не қылады? Уже жоғалып кетеді. Сондықтан да беттің әжімделуі, көздің айналасында әжімнің пайда болуы, маңдайдағы әжім пайда болуы, ерінің айналасындағы әжім пайда болуы содан болады, мимикалық әжімдердің. Сондықтан да осы эластиннің қосындысы болғандықтан гиалурон қышқылы бұл жерде біздің компанияның тағы да бір ерекшелігін айтайын деп тұрып есімнен шығып кетіпті. Бұл жерде көбінесе маған консультация берген, звондаған адамдар айтады. Неге дейді доктор дейді, сіз дейді өзіңіздің компанияңызды алдап, аптекадағы тұрған расторопши, например, осы коллаген, басқа нәрселерді ішуге болады да, алып ішіп қайнатып іше берсек болады ғой дейді. Бір ерекшелігі бар. Біздің компания бұны на молекулярном уровне бағаналы клеткалардың, өсімдіктің бағаналы клеткаларының сырындысынан алынған сырындысы болып табылады. Сондықтан бұл гендік инженерия басқа өсімдікті қайнату ішуден өте маңызды ерекшелігі бар. Сондықтан да бұл стволовые клеткасынан алынған сырындылар. Сондықтан да бұл организмге түскен кезде бірден қанға өтеді, сөйтіп біздің организмдегі рецептормен байланысады, тез арада не қылады? Биохакинговый әсер етеді. Сондықтан да біздің өнім өте керемет, және ауырмайтын адамдар өзін білмейді. Ол не үшін білмейміз? Жұмысқа келеміз, қызметімді істейміз, бала шағаның тағы тауқымет бар, басқа нәрсе бар. Сөйтемізді сол күндегі шаруаменен барлық нәрсені ұмытып кетеміз де, қай жеріміз ауыратынын да білмейміз. Осы біздің өнімді ішу арқылы диагностика жасайды сіздерге. Қанға өтеді, жайлап сіңіп, бір күні не қылады? Бұрқ етіп сіздерге обострение береді. Звондайды. Неге доктор? Бекер алыппын. Мына өнімді неге алдым? Мен ауру, одан бетер болды дейді. Сіздер қуаныңыздар. Ол жерде обострение беру арқылы сол жердегі нені блокты шешті. Блокты шешіп, ары қарай емдеп жатыр. Гиалурон қышқылы біздің осы және молекулярлық инженерия арқылы істегендіктен бір молекула массасы судың ұстау массасынан, дене массасынан 1000 есе жоғары екен. Сондықтан да бұл клеткааралық кеңістікте суды ұстап тұрады да, сөйтіп серпімділік пайда болып, балғындылық пайда болады. Бетте бархатистая кожа болады, беттің әжімі кетеді. Одан кейін ол жерде тек қана бет, или не болмаса грация тела болмайды. Біздің организміміздің ішімізде ағзаның барлығы сыртынан шырышты қабықшамен еп тұрады, қапталып тұрады. Бірі-бірімен үйкеліп, онда қажалып кетеді. Сол сұйықтықтың барлығын осы біздің биотилан өнімі соның орнына келтіреді. Диафрагманың көтеріліп, өкпенің тыныс алуы, бауырдың жылтырап тұруы, май баспауы, сіңірлердің созылуы, тырнақтың әдемі болуы, шаштың жалтырап тұруы, көздің жайнап тұруын барлығын осы біздің биотилан өнімі сіздерге алып береді. Не только қыздар, келіншектер, ер азаматтар, жігіттер, сіздер де әдем болыңыздар, осы биотилан біздің өнімді қолдану арқылы. Келесі біздің Synergy Line. Synergy Line ол нейропротектор. Бұл, мысалы, мен бұл жерде өзімнің жағдайымды айтып кеттім деп жатыр. Мен бұл компанияға бірінші Аллаға рахметімді айтамын. Екінші осы себепкер болып келген Явер Мұсаевичқа рахметімді айтамын. Үшінші менің көршім әлі өзімнің құрбым араласатын осы біздің президент бүгінгі семинарды
осы ұйымдастырып отырған Күләш ханым, консул ханым, осы мыңда бір рахметімді айтамын Күләш. Осы халықтың алдында. Себебі мен осы компанияға келуден алдын ауыр операцияға түскен едім. Адам баласымыз врач болса, врачта аурама деген сұрақ қояды да маған. Менің басымда опухоль болды, миымда. Сол опухольді сол жылы алдырған едім мен. Уже 2 жыл болды. Басымнан трепанация кәдімгі ашып, сүйекті ашып, открытый формада операция жасадым. Мен айтатыным сіздерге, дәрігер ретінде, халқым сіздерге жан айқаймен айтамын. Сол кезде мен операцияда жақсы шықты. Шпеков деген Алмаз Советович жасады маған. Келгеннен кейін 2 ай мен өте қатты қиналдым. Өз-өзіме келе алмадым. Невропатологтың есігін апта сайын ашатын. Демной стационарды бермейтінмін. Сөйтіп жүрген кезімде олар маған дәрі береді. Ұйықтай алмайтынмын. Және ұйқысыздық дегенше мидың реттелмеуі. Ұйқысыздық. Түнде 5-6 рет тұратынмын. Түсінбеймін, не үшін тұратынымды, ұйықтай алмайтынмын. Олар маған, оказывается, препарат береді. Кет психотропный, жеңіл түрдегі. Жұмысқа шықтым сентябрьде, өз-өзіме келе алмай жұмыс істейін десем, 12-ге дейін жүремді, 12-ден кейін мазам қашады. Уже шаршаймын, шаршағанды білмеймін. Сөйтіп жүрген кезде осы Күләш айтқан жолдасым бір еді, қаза болды, 1 жыл болды. Қаза болғаннан жүрек тоқтап қалды. Ол тыңдамады, осыны ішпеді, магний водородты. Осы Күләш айтты, жолдасына берші магний водород дегенде, ол ішпеймін деді. Осы Папанцев деді, военный кафедра істейтін. Сол жүректің тоқтап қалуынан қызмет бабында қайтыс болды 1 жыл бұрын. Міне сол кезде есімде қалып кеткен, мен соның қазасын бәрін өткізіп болған кезде, бейшембілікке тұратын кезде мен тұра алмадым орнынан. Сол кезде есіме түсті Күләштің айтқаны. Күләштің айттым, сол водородты алып келші маған дедім. Міне H2 водородты алып келді, соны мен іштім, 1 капсуласын ішкенде түк білмей ұйықтадым. 2-ші капсуласын іштім 1 күнде, 2-ші күні вообще тұрмай ұйықтадым. Сөйтіп 3-ші күні кәдімгі көзім шайдай ашылып, белімді буып бейшембілікке уже ұйымдастыруға уже қатыса бастадым. Ананы әкел деп уже шараладым бәрін. Мен осы сіздерге айтатын Синержилайн тағы да қосымша ретінде препаратты берді. Бұл жерде мен айтып кететін, біздің қазір арамызда өзім сияқты опухоль алған адамдар болады. Или опухоль енді басталып келе жатқан мида, басқа болсын, нервный окончание болатын опухольдар өте көздің артында болатын, құлақта болатын, өте қиын, бас болғандықтан. Сондықтан да Синержилайн қазірден бастап беретін болсаңыздар, бұл орталық нерв жүйкесіндегі, бұның құрамында жасыл шай болады, зеленый чай. Соның құрамында дофамин, L-тианин деген зат болады, дофаминнің өнімін күшейтеді. Дофамин өнімі күшейген кезде альфа толқындарының функциясын арттырады. Альфа толқындары, бұлар синапстарды бір-біріне милардағы берілетін бүкіл біздің точкаларға баратын рецепторларды күшейтеді, сөйтіп мидың қан айналымы, мидағы барлық функциялар жақсара бастайды. Қазіргі таңда аутизм, ДЦП, кішкентай балаларда білесіздер, қаншама балаларда ақаулар бар. Соларға менің өзімнің коллегам тағы да айтатын. Сіздерге живой пример. Қасымда қызы бар, ДЦП. Кәдімгі өзі арнайы садикке барады. Бала 8 жаста, қыз бала. Соған беру арқылы сол бала қазір Амина деген қызымыз сөйлеп әңгіме айтып жатыр. Уже үлкен дәретке шығам, сием деп айтады уже. Ол тек қана памперспен жүретін. Қараңыздар, Синержилайнды қолдана отырып, баланың ұйқысы реттеліп, уже сөйлеу, сөз емес, сөйлем құрап сөйлеп жатыр. Неге? Себебі қазір ғана айтқан Синержилайндағы альфа толқындарының функциясының күшеюі арқасында. Және бұның құрамында электрокок бар, ол иммунитетті нығайтады, қан тамырларының несінің қабырғаларын нығайтады, сүзетті ол жердегі тромбтардың болмауына, тромбтар болса соны езіп жоғалтуына әсер етеді. Және ол жерде перистальтиканы күшейтеді, ішектің перистальтикасын. Және тағы да айтатыным, бұл жерде сетчатка бар ғой кәдімгі, көздің торлы қабығы.
көздің торлы қабығына нерв, зрительный нерв тұрады қасында. Сол жерге барып подпитка береді. Қан құйылады. Мысалы 5 уақыт намаз оқыған адамдардың көзінен нұр шашып тұрады. Не үшін? Себебі сәждеге маңдайын қойған кезде сол сетчаткаға кровь приток болады. Ал бұл жерде біз синергия лайнды іше отырып, сол притокты осы біздің өнім жасайды. Сондықтан да синергия лайнды ішетін болсаңыздар, ОВТ-дағы тасыр жатқан балаларыңыз, немерелеріңіз, соларға мектепте жәндегі мұғалім айтып жатса, ешқандай әсер етпейді, ол бала өз әлемінде жүріп, өзімен өзі отыратын балаларға внимательность, зеректік, зейін қою, есте сақтау қабілеті, не айтса да соны қағып алатын бала болып өзгеріске ұшырайды. Сондықтан да мен сіздерге осы синергия лайнды тағы да дәрігер ретінде, профилактика ретінде, көздеріңіз жайнағысы келсе, намаз оқуға уақыттарыңыз болмаса, біз жүрміз ғой әлі 60-ға келіп, намаз оқуға уақытымыз жоқ деп, бірақ оқуымыз керек. Оқымайтын адамдар, оқитын адамдарға да осы синергия лайнды қосымша ішетін болсаңыз, көздеріңізден нұр шашып, керемет миларыңыз істеп, есте сақтау қабілеттеріңіз күшейіп, қартайған кезде әдемі болып қартаясыздар. Осы синергия лайнды өнімін алыңыздар. Келесі, міне тұрстарға торлы қабық бәрін көрсеткен өзім. Міне тұрған сетчатка, мына тұрған. Осы арқасында зрительный нерв мына жерде. Қараңыз, міне зрительный нерв мына жерде мына тұрған, ал мына сетчатка. Осыған және қан келеді да, сөйтіп көздің нұрлануы болады. Келесі ең соңғы менің өнімім айтатын сіздерге H2 Dandelion кремі. Бұл крем керемет енді. Бұл кремді сіздерге айтып кеткенде, Ұлбала ханым айтып кетті, антиоксиданттық әсері өте күшті. Сондықтан осы антиоксиданттық әсері бойынша молекулалық сутегіні жәндегі терінің арасында кеңістікте, клеткалық кеңістікте ұстауы нәтижесінде бағындық бархатитсіз пайда болады. Және не істейді? Ол жерде әжімдердің несіне жазылуына әсерін тигізеді. Теріні терең ылғалдандырады, сөйтіп теріні жәндегі жарқыратып көрсетеді. Рахмет сіздерге, назар салып тыңдағандарыңызға. Бәріңіз осы өнімді алып ішіңіздер. Және сіздерге бір сұрақ қойым келеді. Мен бір сұрақ қойым келеді. Осы нәрсені Ұлбала ханым екеуміз айттық 8 өнімді. Енді бір ғана сұрақ қойым келіп тұр. Бәріңіз зейін салып тыңдадыңыздар. Біздің дүние жүзінде, жер шарында ең пайдалы, ең бағалы жеміс бар. Ол қандай жеміс? Жоқ. Жоқ. Құрма. Кім айтады, залда бар ма осыны жауап беретін? Айтайын. Жоқ. Құрма. Бір подарка. Кім тапса бір подарка алады менен. Міне көзім айтты, бір подарка. Тоқта, мен тағы да айтайын, подсказка берейсіздер. Подсказка берейін ба? Логически. Жауабы, логикамен. Айтады, бар мазалды. Жеміс дей ма? Онда мен айтайын өзіме, халқым енді подарканы біреуге консул ханым айтқан екен, бір әдемі подарка берсек пе деген едік. Жоқ. Жеміс деп отыр. Ағда мен коллегамда мысал келтіргім келіп отыр. Өзім әдемі қыздармен жұмыс істеймін. Басшым өзі бір ғана Нұрлан Жұманович деген басшы бар. Қалғаны қыздар, біз алтауымыз өзіміз коллективте, соның ішінде өзімнің ең жақсы көретін қызым бар, сол жерде Сандуғаш деген. Соған логика түрінде айтайын сіздерге, может талқылатын шығарсыздар. Мамасы, енесі бүйтіп айтады екен. Сандуғаш, же мынаны, іш мынаны, пайдалы нәрсені же.
сен маған өнім бересің, сен маған дені сау немере туғызуың керек деп айтады екен. Бұл дені сау адам. Сондықтан да барлықтарыңыздың дені сау адам бағалы жемістің қатарында болып, осы компанияның өнімдерін бәрін алып, пайдалы жұмыстерінің қатарында болыңыздар. Рахмет сіздерге.